Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге миксерсіз қолмен оңай дайындалатын дәмді әрі өте әдемі зебра пирогын жасауды көрсететін боламын. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар. Алдымен таза ыдысқа 3 жұмыртқамызды жарып алатын боламыз. Жұмыртқамыз бөлме температурасында болуы шарт. Үстіне қант қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Қант толық ерігенше асықпай жақсылап араластырып алатын боламыз. Қантымыз толық еріген соң енді 1 стақан айранды қосатын боламыз. Айранның үстінен шай қасықтың ұшымен сода салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Біркелкі болғанша жақсылап араластырып алатын боламыз. Сосын үстінен 3 ас қасық сұйық майымызды құятын боламыз. Енді ұн мен қамыр қопсытқышты аз-аздан салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. 2-3 бөлікке бөліп, ұнымызды жақсылап араластырып алатын боламыз. Осымен біздің тестамыз дайын. Қамырдың қоюлығы орташа болуы керек. Дайын қамырды теңдей 2 ыдысқа бөліп алатын боламыз. Бір бөлігіне 2 ас қасық ұн, екінші бөлігіне 2 ас қасық какао ұнтағын қосамыз. Жақсылап араластырып алатын боламыз. Араластырып болған соң ыдысымызды майлап, сосын қалыбымызды жақсылап майлап, осылай қамырымызды кезек-кезек шалып шығатын боламыз. Осылай 2 ас қасық көмегімен кезек-кезек салып шығатын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп. Сосын қалауыңызша сәндесеңіздер болады. Менде осылай ағаш таяқша көмегімен сәндеп шықтым. Сіздер де осылай өз қалауларыңызша сәндеп шықсаңыздар болады. Осымен пирогымыз дайын. Енді 180 градуста қыздырылған пешке салып, беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Міне миксерсіз дайындалатын әдемі әрі дәмді зебра пирогымыз дайын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте керемет, өте жұмсақ болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп қолдап кетсеңіздер. Баршаға рахмет.